Заңсыз діни контенттің қатері қандай? Бұл жерде ең алдымен діни контенттің өзге контенттерден айырмашылығы қандай екенін біліп алғанымыз абзал. Діни контенттің өзге контенттерден ең басты айырмашылығының бірі ол діни контентте Құдай және құдайлық заңдардың болуы. Енді бір осы құрамында Құдай мен құдайлық заңдары бар контент қалай заңсыз болады? Егер де ол контент белгілі бір адамның немесе белгілі бір ұйымның ғана мүддесін қорғап, сол туралы соған жұмыс жасайтын болса, бұл әрине заңсыз контент болып саналады. Ал бұның адамдарға берер ең үлкен екі зиянын айтуға болады. Ол қандай? Біріншісі құқықтық, екіншісі психологиялық. Құқықтық берер қатерін осы уақытқа дейін де талай ескертіп айтқанымыздай, діни контентті бөлісу Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 256, 174, 257, 254 баптарына сәйкес 14 жастан бастап қудаланады. Ал енді психологиялық кері әсеріне тигізетін болсақ, адамның психоэмоциялық күйіне әсер етіп, оның ақылын мансұқтайды. Бұл дегеніміз өз кезегінде адамды санасы уланған күйге түсіру болып табылады. Өзге ағзасының ауырғандығынан көрі адамның ең алдымен санасының уланғандығы, санасының ауырғандығы адамға ең үлкен дерт болып табылады. Бұны емдеу жылдар бойы немесе бір ғұмырда алуы мүмкін. Сондықтан да заңсыз діни контентті пайдалануда өте сақ болуды ескертеміз.